Қайырлы күн. Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технологиялар колледжінің арнайы пән оқытушысы Темирова Индира Абубакырқызы өз бейне сабағын ұсынады. Сабағымыздың тақырыбы жолаушылар вагондарын жылыту, желдету, ауа тазарту және су қондырғылары туралы мәлімет. Пән жылжымалы құрам және пойыз тартымдылығы негіздері. Сабағымыздың мақсаты жолаушылар вагондарын жылыту, сумен жабдықтау, желдету мен салқындату жүйелерін қарастыру. Бүгінгі сабағымызда қарастыратын сұрақтар: вагондарды жылыту, вагондарды сумен қамтамасыз ету, вагондарды желдету және салқындату. Жылыту жүйесі вагон ішінде қалыпты температуралық режимді сақтау үшін қызмет етеді. Жолаушылар вагондарын жобалауға және салуға арналған техникалық шарттарына сәйкес ауа температурасы сыртқы температура -40 градус болған кезде вагонда кемінде 18 градус болуы тиіс. Дәліздерде және дәретханаларда кемінде 16 градус Цельсия. Вагондарды жылыту үшін жылу алу тәсіліне қарай жылыту жүйелері мыналарға бөлінеді. Су жылыту жүйесі, оған кіреді қазандық, құбырлар, батареялар бәрі сумен толтырылған. Қазандықтағы суды жылыту қатты отынды жағу арқылы жүреді. Аралас жылу жүйесі оған жатады. Қазандық, құбырлар, батареялар, бұларда бәрі сумен толтырылған. Қазандықтағы суды жылыту қатты отынды жағу немесе электр қуатынан болады. Қазандықтың негізінде 24 электр жылыту элементтері орнатылған. Электр жылыту жүйесі оған еденге орнатылған электр пештері, орындықтар астында және қабырғалар бойымен және желдету жүйесінің ауа өткізгішінде орнатылған электр калориферлер кіреді. Аралас жылу жүйесі оған аралас жылу жүйесі мен электр жылыту жүйесі жатады. Қазандықтар кеңейткішпен біріктірілген және кеңейткіштен бөлек болады. Құбырлар кеңейткіштен жылытудың кіші жағына, дәліз жағына және жылытудың үлкен жағына, яғни купе жағына өтеді. Құбырлар шатыр мен төбенің арасында вагонның қарама-қарсы ұшына дейін өтеді. Онда көтергіштер пайда болады. Көтергіштердің жоғарғы нүктелерінде жылу жүйесінен ауаны шығаруға арналған шүмектер бар. Құбырлар бүйір қабырғалар бойымен еденге жақын орналасқан және қазандықтың төменгі бөлігіне қосылады. Жылыту құбырларында батареялар бар. Жылыту жүйесінен суды төгуге арналған крандар, балшық сорғыштар, тотты жинауға арналған жылыту құбырларын жабуға арналған клапандар кеңейткіште және қазандықтың түбінде. Кейбір вагондарда, дәретханаларда радиаторлар орнатылады. Қосымша батареялар. Қазандық бөлімшесінде жылыту жүйесі сумен толтырылатын қосалқы бак бар. Қазандықта қол сорғысы орнатылған, жылыту жүйесін сумен толықтыруға арналған. Ал айналым сорғысы жоқ жүйелерде және суды жылыту жүйесіндегі су айналымын жақсартуға арналған. Айналым сорғысы жылыту құбырларына кішкене жағынан орнатылады және жылу жүйесіндегі су айналымын жақсартуға арналған. Қазандықтың түбінде үлкен және кіші жағындағы құбырларда
айналым сорғылары бар. Жүйелерде дроссель клапандары орнатылған. Айналым сорғысын қоспас бұрын жылу құбырларын жабуға арналған. Қазандықтарда термометрлер орнатылады. Сынап қашықтық қазандықтағы судың температурасын өлшеуге арналған. Әдетте екі термометр орнатылады. Біреуі қазандықтағы судың температурасын көрсетеді, екіншісі қыста желдету жүйесінің ауа өткізгішіндегі температурасын. Қазандықтағы су деңгейін көрсететін гидрометрлер бар, қазандықта орнатылады. Дәретханаларда жұмыс істемейтін және жұмыс жағынан техникалық қажеттілерге арналған ыстық суды талдау крандары пайдаланады. Бұл суларды еден жууға, қол жууға пайдаланып отырады. Екінші сұраққа көшетін болсақ, жолаушылар вагондарын сумен жабдықтау. Вагонның түріне қарамастан, барлық жолаушылар вагондары өздігінен ағатын сумен жабдықтау жүйесімен жабдықталған. Ол жолаушыларды ауыз сумен қамтамасыз етуге, олардың тұрмыстық қажеттілерін қанағаттандыруға және жанармай құю станциялары арасындағы жылу жүйесін толықтыруға арналған. Суық сумен жабдықтау жүйесі 2 дюймдік құбырмен біріктірілген, палеттері бар үлкен және кіші бактардан екі жағынан вагондардың астында орналасқан байланыстырушы бас тиектері бар құю құбырларынан және әртүрлі арматурасы бар құбырлар желісінен тұрады. Ыстық сумен жабдықтау жүйесі қатты отымен жұмыс істейтін жылыту плитасынан және қазандық бөлімшесінде орналасқан кеңейту ыдысынан, сондай-ақ вагонның қазандық соңындағы дәліз төбесінің үстінде орналасқан ыстық су ыдысынан және ыстық су құбырлары жүйесінен тұрады. Сумен жабдықтау жүйесін басқару үшін клапандар мен крандар қолданылады. Жүйенің екі жұмыс режимі бар: қысқы және жазғы. Қысқы режимде жылыту жүйесінің қазандығы жұмыс істеп тұрған кезде резервуарындағы катушкаларға ыстық су тікелей қазандықтан келеді. Жазғы режимде қазандық жұмыс істемеген кезде катушкадағы ыстық су жылыту плитасынан келеді. Ыстық су плитасын су баспас бұрын, сондай-ақ ол қазірдің өзінде қызған кезде кеңейткіштегі су деңгейі мезгіл-мезгіл тексеріліп, су өткізгіш шүмекті ашып, қажет болған жағдайда толтыру қолмен сорғымен сорылады. Ауыз су қолданар алдында қайнатылып резервуарға түседі. Оны суыту су салқындатқышпен жүзеге асырылады. Жүйе вагонның кейбір ұшында орналасқан құю құбырлары арқылы сумен толтырылады. Біреуі купе жағынан, екіншісі дәліз жағынан. Бұл құбырлардың ұштарында қақпақтармен қорғалған шлангтарды қосуға арналған қосқыштар бар. Суық сумен жабдықтау жүйесі 2 дюймдік құбырмен біріктірілген, палеттері бар үлкен және кіші бактардан, екі жағынан вагондардың астында орналасқан байланыстырушы бас тиектері бар құю құбырлардан және әртүрлі арматурасы бар құбырлар желісінен тұрады. Басқа типтегі жолаушылар вагондары, мейрамхана вагондары, почта, жүк вагондары және тағы басқалар өздігінен ағатын сумен жабдықтау жүйесімен жабдықталған және вагондардың мақсатына байланысты конструктивтік шешімдермен ерекшеленеді. Сумен жабдықтау жүйесі бактардың сыйымдылығы вагонның түріне және жолаушылар орындарының санына байланысты болады. Суық және ыстық сумен жабдықтау жүйелеріндегі кейбір құрылымдылық айырмашылықтарға қарамастан, оларды пайдалану ережелері вагондардың барлық түрлері үшін бірдей. Сумен жабдықтау жүйесін басқару үшін
клапандар мен крандар қолданылады. Жүйенің екі жұмыс режимі бар: қысқы және жазғы. Вагонға су құю кезінде сумен жабдықтау жүйесінің толып кетуіне жол бермеу керек. Вагон астындағы батыс құбырынан судың шығуы басталған кезде вагонның құю басын су құю бағынан тез ажырату керек. Үшінші сұраққа тоқталатын болсақ, ауаны желдету. Ауаны желдету вагонның үй жайларынан ауаны шығаруға және оны таза сыртқы түрімен ауыстыруға арналған. Желдетудің екі түрі бар: табиғи және мәжбүрлі. Жолаушылар вагондарында табиғи және мәжбүрлі механикалық желдету қолданылады. Жұмыс принципіне сәйкес желдету, жабдықтау, шығару және сору, шығару болып бөлінеді. Табиғи желдету кез келген бекітілген құрылғылардың көмегімен жүзеге асырылады және энергияны қажет етпейді. Мәжбүрлі желдету орталықтан тепкіш немесе осьтік желдеткіштердің көмегімен жүзеге асырылады және үнемі энергияны, негізінен электрлік шығындарды қажет етеді. Қазіргі заманғы жолаушылар вагондары орталықтан тепкіш желдеткіштерді қолдана отырып ағынды желдетумен жабдықталған. Қажетті ауа алмасуды жасайды. Соның арқасында вагон ішіндегі ауа оттегінің жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз етіледі және жолаушылардың тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда болатын көмір қышқыл газының шаң қоспаларының құрамы шектеледі. Жолаушылардың болу аймағында ауаның қозғалтқыштығын қалыптастырады. Вагонда ауа тіреуін жасайды. Осылайша қыста жылжымайтын, ал жазда қоршаулардағы тығыздық арқылы келетін салқындатылмаған ауаның шаңнан тазартылмаған ауаға енуіне жол бермейді. Ауаны баптау жүйесімен бірге вагон салқындатылады. Жылытқышты жылыту кезінде жылыту жүйесімен бірге вагон жылытылады. Вагонның желдетудің тамаша құралы жыл бойы пайдалануға болатын арнайы сору құрылғылары дефлекторлар болып табылады. Алайда олардың кемшіліктері де бар: төмен және тұрақсыз өнімділік. Дефлекторлар шатырға орнатылады және сыртқы ағыммен үрлеу кезінде эжекция, яғни ауаны сору принципі бойынша әрекет етеді. Дефлектордың жоғарғы жұмыс бөлігі ағып жатқан ауа ағынының әсерінен сирек кездесетін етіп орналастырылған. Соның арқасында вагоннан ауа құбырға сіңіп сыртқа шығады. Қазіргі заманғы жолаушылар вагондарында ол қосалқы вагон ретінде ғана пайдаланады. Дефлекторлар дәретханалар арқылы ауаны шығару үшін терезелер вагондарды тұрып қалған кезде, желдету жүйесі қосылмаған кезде пайдаланады. Жолаушылар вагондарындағы ауаны баптау, кондиционер жүйесі ауаға қажетті физика-химиялық қасиеттері беру үшін қызмет етеді. Температура мен ылғалдық, оттегі мен көмір қышқыл газының мөлшері, шаңдау дәрежесі және тағы басқа ауаны кондиционерлеу қондырғыларының тоңазытқыш жабдықтары қоршаған ауаны жоғарғы температурасы мен күн радиацияның әсері кезінде вагонға талап етілетін температура мен ылғалдылық жағдайларын сақтауға мүмкіндік береді. Тоңазытқыш жабдықтарын электрмен жабдықтау орталықтандырылған болуы мүмкін. Пойыз жолындағы байланыс желісінен түрлендіргіштер арқылы немесе вагон электр станциясынан, сондай-ақ автономды вагонның доңғалағының осінен келетін вагон генераторынан алады. Ауа жинау торлары арқылы
желдеткіш қайта өңдеу және сыртқы ауаны сорып алады. Ол тазарту сүзгілерінен өтіп, содан кейін буландырғышта салқындатылады. Буландырғыш бұл сұйық салқындатқыш буланатын түтіктерден жиынтығы. Салқындатылған ауа вагонның жолаушылар үй-жайларына құйылатын торлар арқылы түседі. Олай болса, жаңа тақырыбымызды бекітейік. Сіздерге сұрақ қойылады. Бірінші сұрақ. Жолаушылар вагондарында жылыту жүйесі не үшін қажет? Жауабына келетін болсақ, жоғарыда айтылғандай, жолаушылар вагондарында жылыту жүйесі вагон ішінде қалыпты температуралық режимді сақтау үшін қызмет етеді. Өздеріңіз білетіндей, жылыту маусымы бізде қысқы мерзімде басталады. Екінші сұраққа көшетін болсақ, жолаушылар вагондарын сумен қамтамасыз етілуі не мақсатта жүргізіледі? Вагонды сумен жабдықтау, яғни барлық жолаушыларға қажетті ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында. Үшінші сұраққа тоқталатын болсақ, вагондарда ауаны тазарту қандай әдіспен жүргізіледі? Вагондың ішінде ауа таза болу үшін екі әдіс қолданылады. Бұл табиғи және мәжбүрлі. Және соңғы сұрағымыз, қандай мезгілде жолаушылар вагондарында кондиционерлеу жүйесі қолданылады? Кондиционерлеу жүйесі жолаушылар вагондарында жазғы мезгілде қолданылады. Үйге берілетін тапсырма. Жылжымалы құрам және пойыз тартымдылығы негіздері әдебиеті бойынша 195-199 беттер аралығында материал. Материалды меңгересіздер, қосымша мәліметтер іздейсіздер. Осымен сабағым аяқталды. Назарларыңызға рахмет.